Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай ағзамызға пайдалы тағамдардың бірі бауырдан жасалынатын котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бауырда ақуыз көп болғандықтан анемияға өте жақсы. Сол үшін балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап беруге ұсынамын. Ал енді бауырдың осындай үстіндегі пленкасы болады, соны алып тастаймыз. Менде бұл жерде 500 граммдай бауырды осылай бөліп аламыз. Одан кейін ет тартқыш немесе блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Менде осындай езіп алатын блендер сияқты езгіш, осыдан майдалап алатын боламын. Міне бауырымыз осындай болып езілді. Бұны бір ыдысымызға саламыз. Енді қосқанға бір пияз, бір сәбіз және де 2-3 картошка жеткілікті. Менде мұнда өте ұсақ болғаннан кейін картошкамен 5-6 картошка алдым. Осының бәрін ет тартқыш немесе банағы блендерден өткізетіндей етіп дайындап аламыз. Бір ыдысымызға салып осы езіп алатын боламыз бұны да. Езіп алған көкөністерімізді де бауырдың үстіне саламыз. Одан кейінгі кезекте біз осы бір жұмыртқамызды және де сүтімізді қосып, дәміне қарай тұзымызды, бұрыштарымызды қосып араластырып аламыз. Мөлшерін мен видеоның астындағы описанияға қалдыратын боламын. Одан кейінгі кезекте 50 граммдай ұн қосамыз. Егер қатты сұйық болып жатса, тағы да кішкене қосып жіберуге болады. Котлетіміздің сұйықтығы міне осындай видеода көрсетілгендей болу қажет. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа сұйықтықта болады. Пісіретін ыдысымызға кішкене майымызды құямыз. Қатты көп құюдың қажеті жоқ. 2 ас қасықтан салып, отымыз қызғаннан кейін екі жағынан да орташа отта пісіріп алатын боламыз. Ал егер формасы қатты үлкен қажет болмаса, онда 1 ас қасықтан салып та пісіре берсеңіз болады. Міне осындай болып пісіп шығады біздің котлеттеріміз. Міне котлеттеріміз осындай өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға да ұнайды. Қасына гарнирға пюре немесе күріш жасап ұсынсаңыздар да кешкі асқа өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк және пікір қалдырып кетіңіздер.